Қостанай облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы прокуратураның үйлестіруімен ақша бопсалау фактісін анықтады. Бірқатар қылмыстар жасады деген күдікті 2 адам ұсталып, олардың біреуі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыскерлер жас қыздардың сеніміне кіріп, олардың қатысуымен интимдік фотосуреттер мен бейнелерді таратамыз деп қорқыта отырып, ақша бопсалаған. Осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 194 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Барлығы 40-қа жуық адам бопсалаушылардан зардап шеккен. Іс бойынша интимдік фото және бейне материалдар сақталған құрылғылар алынып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Жедел тергеу іс-шаралары жалғасуда. Әлеуметтік желі арқылы танысарда сақ болуларыңызды, жеке деректер мен фото бейне суреттерді ешкімге жібермеуді ескертеміз.